Қалыңыз қалай? Бүгін сіздерге киімді қалай таңдау керек сол жайында видео болады. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер видеоны. Маңызды ақпараттар айтатын боламыз. Міндетті түрде арнаға тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып қойыңыздар. Ал енді бастайық. Мысалы мен қазір мына рубашканы алайын деп жатырмын. Мына рубашканы. Яғни бұл жерде 3 зат бірге сатылып жатыр. Бірге. Яғни 3 заттың бағасы міне 60 юан деп тұр. Бұл жерде неге мән береміз? Қараңыздар. Мына жерде товардың аты жазылып тұрады. Мына жерде арнайы белгі тұрады. Яғни бұл товардың сапасын анықтайтын белгі. Осындай белгі болса, ойындамай ала берсеңіздер болады. Сосын мынандай белгі бар тағы да. Мынандай белгі бар, яғни бұл арнайы бренд. Яғни бренд магазиннен шығатын, сатылатын осындай рубашкамен, жаңағы осындай комплектпен сатылатын магазин сатылатын. Так, енді бұл жерде тағы не қараймыз? Бұл жерде қанша адам сатып алған, қанша сатылғаны жайында тұр. Яғни 1/3 деген сөз 13 мың адам сатып алған бұл товарды. 13 мың адам сатып алған, қан товардың ішіне кірейік. Енді мына жерде неге қараймыз? Бұл жерде мына жаңағы белгі тұр. 22-ші жыл шыққан екен осы. Сосын товардың аты жазылып тұр жерде. Товар жаңа күзге арналған екен да. Күз мезгіліне арналған киім екен. Так, енді астына қарай түсеміз. Мына жерде флагманский магазин, яғни 100% бренд. Сондай белгі тұрады. Мына жерде егер товар ұнамай қалса, жаңағы ауыстырып береміз деп жатыр. Оған гарантия береміз дейді. Тағы не бар бұл жерде? Бұл жерде міне 19 сағаттың ішінде жібере аламыз дейді. Максимум 24 сағаттың ішінде жіберіледі деген сөз. Ал мына белгі есе мына жерде жаңағы товардың сапасы жайында гарантия береміз деп жатыр. Тағы бұл жерде астына қарай түсеміз. Сосын бұл жерде мән беретін комментарий. Отзыв қалдырған адамдар. 2349 отзыв қалдырылған осы товардың астына. Бұл өте жақсы деген сөз. Яғни отзыв сатылым деңгейіне қарағанда әлдеқайда көп. Ол жақсы. Яғни адамдар жақсы жасанды сатылым жасамағанда реальный адамдар сатып алған, реальный отзыв қалдырған. Оған мынан бассақ товардың отзывтарына кіреміз. Барлығына киіп түсірген видео отзывтар бар арасында. Осы отзывтарға қарайсыздар. Артына қайтамыз. Сосын бұл жерде тағы неге мән береміз? Астына қарай түсейік. Астына қарай түскен кезде мына жерде общем жалпы магазинге қалдырылған отзывтар тұрады мына жерде. Көрдіңіздер? Бұл тек қана осы товардың ғана емес, бұл жалпы магазинге қалдырған отзывтар. Жаңағы отзывпен шатастырып алмаңыздар. Сіз егер осы товардың сапасын білгіңіз келсе, бірінші мынаған кіресіздер. Яғни осы товарға қалдырылған отзывтар бар. Одан кейін бұл жерде міне флагманский магазин, міне 618 деген скидкаға қатысып жатқан екен қазір. Бұл жерде мына кнопканы бассаңыз, осы магазиннің басқа товарларын да көре аласыз. Міне осындай товарлар сатады екен бұл магазин. Сосын астына қарай түсеміз. Астына түскен кезде мына жерде міне магазин бренд Мусзум деген бренд екен. Толық ақпарат көру үшін мынаны басамыз. Толық осы товар жайында ақпарат шықты мына жерде. Брендтің аты, қай қаладан шығарылатыны, яғни Гуанчжоуда орналасқан Гуандун деген провинция бар, сол жерде орналасқан. Мынау жаңағы процентный соотношение несі, составы. Мына жерде міне қандай возрастағы балалар киюге болады. Примерно осындай ориентирмен жазып қойды, 18-25 жас деп. Мына жерде міне қай жылы шыққаны, қай мезгілі. Осень деп тұр жерде. Күзгі айға, күзгі мезгілге арналған. Осылай товардың
қай мезгілге арналғаны, несін, қай бренд, қай қаладан шыққанын осы жерден көрсеңіздер болады. Мысалы, егер сіздің Қытайдағы карбонның склады Гуанчжоуда орналасқан болса, онда мынау уже Гуандун провинциясы жақын. Яғни бір тәулікте бүгін заказ берсеңіз, уже ертең жолға шықса, ертең сразу жетіп қалуы мүмкін складқа. Солай ориентир алсаңыздар болады. Енді астына қарай сүйік. Астында мына размерлер. Именно осы товардың размерін анықтау үшін осы астына қарай түсесіздер. Өйткені әр магазин өзінің арнайы қойылатын размерлері болады. Киімдерге қойылатын размері болады. Шалбарға, футболкаға қойылатын размерлері болады. Сол размерді анықтау үшін осы товардың астына қарай түсесіздер. Былай жылжытсаңыздар, міне көрдіңіздер, рубашка 100% мақтадан жасалған екен. Міне 100% мақта деп тұр. Мына жерде міне шалбар. Үш затты салып жібереді. Осы 60 юан қалатын болсаңыз. Міне астында сосын мына размерлер тұр. Міне мынау рубашканың размері. Міне рубашка, мынау футболканың размері. Ал мынау шалбардың размері. Міне осы размерлерге қарап, өзіңізге шақ келетін мына жерде мыналарды таңдасаңыз болады. Біреу. Мысалы, мына жерде рубашканы қарайтын болсақ, мына жерде рубашканың параметрлері тұр. Мына жерде осы параметр бойынша сіз өзіңіздің размерді анықтайсыз. Мысалы, мынау иықтың кеңдігі деген сөз. Мына жердегі белгі бұл қолдың ұзындығы, яғни сіздің қолыңыз қанша сантиметр, соған байланысты таңдайсыз мына размерді. Ал мына жерде жаңағы иықтікі, ал мынау осы таңдайын деп жатқан рубашкаңыздың ұзындығы. Ал енді мынау кеуде аймағының кеңдігі, яғни кеуде аймағының өлшемі ғой. Ал мына размерлер енді өзінің стандарт. Осының біреуін таңдайсаңыз, осы параметрлерге қарап анықтап аласыз. Бұл енді рубашканың размері анықтау. Ал енді мына жерде футболканың размері. Футболканың размері дәл солай анықталады, бірақ енді футболканың размері кішкене рубашканың размеріне қарағанда размерлері аздау болады. Мысал үшін мына жерде қараңыздар. Мынау жаңағы футболканың ұзындығы. Ал мынау рубашканың ұзындығына қарағанда, мынау футболканың ұзындығы қысқалау. Сосын жерде мына длина қолдың ұзындығы, иықтың ені, мынау жаңағы кеуде аймағының кеңдігі, мынау жаңағы рубашка, жаңағы футболканың ұзындығы. И мынау стандартты размер. Келесі мынау шалбардікі. Шалбардың размерін анықтау. Бұл жерде размерлерді анықтау кішкене өзгеше. Бұл жерде енді мынау стандарт размер. Мына жерде шалбардың ұзындығы. Мына жерде екі аяқтың кеңдігі, яғни қосқан кезде диаметр. Мына жерде жаңағы бел аймағының кеңдігі. Міне осы размерлермен шалбардың өзіңізге шақ келетін анықтасаңыз болады. Ал мына жерде енді жалпы осы размерлерді анықтай келе, сізге өзіңіздің размерді таңдайсыз. Енді киімде общий жалпы размер. Яғни мен өзімнің размерімді осы жердегі бәрі параметрге қарай отырып, мен өзімнің размерімді анықтадым. Менің размерім XL. Мен осы маған шақ келеді. Солай өздеріңіздің размерлеріңізді анықтасаңыздар болады. Сосын астына қарай түссеңіздер, міне 100% мақтадан жасалған деп тұр. Тағы да көрейік. Мына жерде міне жұмсақ дейді, қатты материал емес, мягкий деп тұр. Мына жерде міне рубашкалардың түрлері бар. Міне осындай түрлер, цветтері, ақ түсі, мына көк түсі дегендей. Сосын міне осылай рубашкаларды таңдасаңыз болады. Міне осылай молодежный деп жазылып тұр мына жерде, яғни жасөспірімдерге арналған. Енді үлкен кісілерді кие беруге болады, енді дене формасына байланысты. Осылай параметрлерді қарасаңыздар болады. Болды, барлығы таңдалды. Енді ары қарай
сатып алсақ болады. Егер сіздер мына размерлерге қарап өзіңіздің точно размеріңізді анықтай алмасаңыз, онда былай істесеңіз болады. Мына жерде жаңағы товардың отзывтар бар ғой, осыған кіріп өзіңіздің размеріңізді осы жердегі адамдар алған ғой сатып, соған қарап анықтасаңыз болады. Яғни мысалы үшін мына жерде қазір ол емес, астына қарай түсейік. Міне мысалы үшін мына қараңыздар, мына жерде сатып алған адам өзінің салмағын, міне салмағын, бойын жазған. Ол кісі міне XL-ді сатып алған. Мысалы сізде мысалы XL-ді сатып алсаңыз, міне сіздің бойыңыз 178 болса, киіп көрген кезде міне осындай болып тұрады деген сөз да. Міне көрдіңіз бе? Міне осылай салыстырсаңыз болады. Тағы басқаларды көрсеңіз болады. Мына жерде жазып қойды, міне бойы 170, салмағы 60 кг. Міне рубашканы киген кезде міне осындай тұрады. Міне осы анықтасаңыздар болады, егер размерлеріңізді дұрыс анықтай алмасаңыздар. Түсіндіңіздер ғой да? Болды, енді артқа қайтамыз да, енді сатып аламыз. Сосын бұл жерде скидка болып жатыр. Міне негізгі мына бағасы 150 юань болған. Соның міне 60 юанға сатылып жатыр. Яғни скидкамен сатып алу дегенді басамыз. Міне басқан кезде мына жерден шығады осылай. Мен қазір мына түрін сатып аламын. Осыны белгілейміз. Міне қызыл болды. Енді астына қарай жылжытамыз. Енді мына размерді таңдаймыз. Маған 2XL керек. Осыны белгілеймін. Міне таңдаған едік, бізге точно бағасын шығарып берді, көрдіңіз бе? Менің размерім XL таңдағаным. Маған осы 3 комплект келеді. Рубашка, шалбар и футболка. Соның барлық бағасы 73 юань 95 тиынмен. Енді сатып алу деген басамыз. Сатып алу деген баспас бұрын мына жерді таңдаймыз. Төлем түрін. Мына жерде қазір менде WeChat таңдалып тұр. Осыны бассақ, төлем түрі шығады мына жерде. Досым арқылы төлесеңіз болады, Alipay-мен төлесеңіз болады, WeChat арқылы міне картамен төлеуге болады. Мен қазір осы картамен төлеу дегенді басамын. Яғни маған осы доступно болып тұр. Менің ақшам осы картада. Мынаған басамыз. Мына галочка тұр ғой. Соны мынаған көшіреміз. Міне көшті, жүрекше пайда болды, көрдіңіз бе? Картамен төлеу деген сөз. Енді ары қарай сатып алу дегенді басамыз. Мынаны басамыз. Міне енді бұл жерде 3% комиссиясымен қосқан кезде 76-да 16 болды жалпы бағасы. 76-да 16 юанға мен сатып аламын қазір, комиссиясымен қосқанда. Төлем паролін енгіземіз. Картаның артындағы 3 нөмірді жазамыз. Енді қызылды басамыз. Міне төлем жасалды. Мен сатып алдым, көрдіңіздер ме? Мынандай галочка шықса, сатып алды деген сөз. Маған Каспийге сразу SMS келді, ақша шешілді деп. Мынаны басамыз. Міне сатып алды деп тұр. Мынаны басып шығамыз. Енді өзіміздің неге көшеміз. Менюға өтеміз бұл жерге. Міне менде уже товар сағатқа ауысты сразу. Енді бұл жерден кіреміз ішіне, товарды упаковка жасап, маған салып береді. Яғни курьерге тапсырады. Курьер Қытайда орналасқан складқа келіп береді. Каргоның складына. Сосын карго қабылдап алып, оны Алматыға жібереді. Болды, осылай размерлерін таңдап, сапасын анықтап, сатып ала берсеңіздер болады. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар. Түсінбеген сұрақтар болса комментарийға жазыңыздар. Видеомен бөлісіңіздер. Міндетті түрде арнаға тіркеліп қойыңыздар. Pinduoduo жайында кішігірім курс жасап қойдым. Оқимын деген адамдар болса, осы мендегі WhatsApp нөмірге жазсаңыздар болады. Оның ішінде жаңа карго компания болады, сенімді.
сол карго компаниямен қосып беремін.